Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет тамақ жасайтын боламыз. Дімләма. Кешкі асқа өте тойымды, дәмді тамақ. Бұл тамақты дайындау үшін бізге картошка, пияз, сәбіз, капуста, болгарский және де баклажан керек болады. Және 500 грамм ет. Картошканы аламыз, төртке бөлеміз. Осындай майдалайтын құралдарыңыз болса, осындаймен болмаса пышақпен бөлуге де болады. Сәбізімізді де осылай бөліп аламыз. Баклажанды аламыз, тураймыз. Болгарскийді де өз қалауларыңызша турайсыздар. Бізде дайын капуста екіге бөлініп тұр, соны бетіне тақтайтын боламыз. Етімізді алып, жұқалап турайтын боламыз, жақсы пісу үшін. Әйтпесе піспей қалуы да мүмкін. Чесноктарды өстіп бөліп аламыз да, пышақ кетсін езіледі. Бет жүретін болады. Туралған картоптарымызды алып, қызған майға саламыз. Қызартып алу керек. Қызарған картоптарымызды осылай ыдысқа әдемілеп алып қоямыз. Баклажанымызды да осылай қуырып аламыз. Дәмі өте керемет болу үшін. Қазанымыздың астына от жағып, қыздырып аламыз. Және қалған майды құямыз, обал болмау үшін. Осылай жартысын құйып аламыз. Сонымен арғарай қызу керек олда. Қызып тұрған қазанымызға етімізді салып, жақсылап пісіріп аламыз. Чесногымызды салып береміз. Bir ас қасық томат саламыз.
Onu da qourup alamız. Səbzimizi qoşamız. Bolgar suyu da qoşacağız. Mesela arasına. Kapsaga kapsa isteyeyim. Kafalanda kapasını salamos. Aslında mayo olmasın. Anlaşılır. Şöyle ağırlaştırıp Emine qaray, oslay tuz salamiz. Ustalarımızı düzgün qo'yishamiz. Endi jo'qlamoq qolay hech kim qamsirmaydi. Biz g'ana pishiramiz. Өздеріңіздің қалауларыңызша су құямыз. Етін алып 30 минутқа қойып қоямыз. Тамағымыз дайын болды. Осындай керемет, дәмді, өте тамаша болып шықты. Тамағымыз дәмді шықты. Енді осылай тарелкаға салып, дәмін көретін боламыз сіздермен бірге. Тамақ дегустация істеп көру керек. Иісі өте аппетитно. Қазақшасы перевод неге жазып қоямыз. Бисмилля. Күшті. Kanalga like basıp, kommentleri жазып, kanalga жазып қойыңыздар. Келесіде жаңа видеолар шыға береді.